Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай әдемі қуыршақты букет тоқитын боламыз. Яғни бір жағынан букет гүлге айналатын қуыршақ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Біз бұл қуыршақ гүлді екі бөлімнен тоқитын боламыз. Ең бірінші бөлімді тоқитын боламыз. Бізге қуыршағымызды тоқу үшін ең бірінші осындай ilmek қажет. Менде екінші номерлі ilmek болып табылады. Одан кейін осындай бізде Янард Джейнс деген жіп менде. Бұнымен қуыршақтың басымен ақ қолдарын тоқитын боламыз. Мойнын тоқитын боламыз осылай. Сосын осының ішіне толтыру үшін осындай синтетика қажет болады. Сосын көйлектің етегін тоқу үшін мен осындай жіп алдым. Янард Элита деген жіп. Осымен екі түсінен менде розовый мен ақ түсінен алдым. Етегін тоқу үшін көйлегін мына жерін. Одан кейін иран жібі, яғни шашын тоқу үшін қуыршақтың. Одан кейін осындай қызыл жіптер, яғни басына гүлдер, жапырақтар істеу үшін кез келген жіптерді пайдалануға болады. Бабочканы істейміз, соны қызыл жіп пайдаланамыз. Бұл да иран жібі. Одан кейін бізге қайшы қажет болады. Одан кейін қуыршақтың көзі, яғни 10 мм өлшемдегі көз мендегі. Одан кейін осында ине қажет болады. Басында моншағы бар, яғни мына шаштарын кірлейтін кезде осы инені пайдаланамыз. Бізге 20 шақты ине керек. Кәдімгі ине мынау, яғни қуыршақтың қастарын, кірпіктерін істеу үшін осындай қара жіппен ине қажет болады. Сосын мынандай не керек? Маркер керек. Бір маркер болса болады. Қуыршағымызды тоқып бастаймыз. Ең бірінші басынан бастап тоқитын боламыз. Менде Янард Джейнс деген жіп, басымен қолын тоқимын дедім. Бірінші қысқа жіпті ұстаймыз. Осылай сақина сияқты айналдырамыз. Үлкен жіпті үстіне өткізіп, осылай енді ортасынан ilmekті өткіземіз де, мына үлкен жіпті астынан алып аламыз. Енді бір ilmek жоғары көтереміз. Осы сақинаға 6 орамсыз баған тоқитын боламыз. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне осы бірінші қатар болып есептеледі. Өстіп қысқа жібімізді тартып аламыз. Осылай бірінші қатарын тоқыдық. Енді екінші қатарда әрқайсының ішіне 2 орамсыз баған тоқимыз. Яғни 6-ауының ішіне 2-2-ден орамсыз баған, яғни 12 болады ол кезде. Міне мынау бірінші. Екінші қатар тоқиын деп жатырмық. Бірінші ilmekке кіргіземіз. Кіргіздік. Міне, осылай шығарып аламыз. Мынау бірінші. Осыған маркерді белгілеп қоямыз. Ең біріншіміз. Біреуін тоқыдық. Енді осы жерге тағы да екінші орамсыз бағанды тоқимыз. Міне, 2. Біреуінің ішіне 2 рет тоқыдық. Келесіне тағы, міне, бір орамсыз баған, тағы сол жерге екінші орамсыз баған. Осылай 6-ауын тоқып шығамыз, яғни мына жерге дейін. Бітірдік. Яғни 12 қатар болды бізде. Біріншісінде 6-ау тоқыдық, енді соның екіншісінде әр 6-ауының үстіне 2-2-ден тоқыдық. Әр ilmектің ішіне 2-ден орамсыз баған тоқыдық. Енді міне маркерге жақындадық осыған. Маркерді аламыз. Енді келесі біріншісіне бір орамсыз баған тоқимыз. Маркерді белгілейміз тағы. Енді келесі үшіншісінде бір орамсыз баған, екіншісіне келгенде 2 рет тоқимыз. Міне. Бір ilmектің ішіне 2-ін тоқимыз. Тағы да бір орамсыз бағанды тоқыдық. Келесіне тағы, келесіне 2 орамсыз, бір ilmектің ішіне 2-ден тоқимыз. Яғни біреуін бір тоқып аламыз, жеке, келесі ilmектің ішіне 2 рет тоқимыз. Орамсыз бағанды міне осылай. Тағы да міне біреуін тоқыдық. Келесіне 2 тоқимыз. Осылай 12-нің ішін толтыратын боламыз. Бір орамсыз баған, келесіне 2 орамсыз баған. Осылай үшіншісін осылай тоқимыз. Үшіншісі 18 болды. 18 қатар. Міне. Үшінші қатарда бір орамсыз баған, келесі ilmekте 2. Тағы да біреу, келесіне 2. Әр ilmектен біріншісіне біреу, келесіне 2 рет тоқимыз. Солай тоқып кетеміз. Енді төртінші қатарда міне біреу, бастапқы біреу деп есептеледі. Емізді, маркерімізді белгілеп аламыз осыған.
міне біреу, иә. Келесі тағы бір орам сызбаған келесіне ілмекке өткіземіз. Міне екеу болды. Енді міне үшіншісінде екі орам сызбаған. Біреу, міне бір жерге екі рет тоқимыз. Міне тағы бір орам сызбаған, міне екінші орам сызбаған. Үшіншісіне келгенде бір ілмектің ішіне екеуін тоқитын боламыз. Осылай. Міне біреу, тағы екеу, міне үшіншісіне келгенде екі орам сызбаған бір ілмектің ішіне. Осылай тоқып кетеміз. Яғни екеуін кәдімгідей екі орам сызбаған тоқимыз да, үшіншісіне келгенде бір ілмектің ішіне екеуін тоқимыз. Осылай төртінші қатар. Ал енді бесінші қатар тоқитын боламыз. Төртінші қатарда менде 24 ілмек болды. Осылай санағанда 24 болу керек. Бесінші қатарда тоқитын боламыз. Міне бірінші ілмектен өткіздік. Ең бірінші мынаны маркерді міндетті түрде белгілеп қоямыз осының үстіне. Міне біреу, бесінші қатарда екеу, міне үшеу. Енді төртіншісіне келгенде екі ілмек. Яғни екі орам сызбаған тоқимыз. Міне біреу, бір жерге екінші орам сызбаған. Міне тағы да біреу, екеу, міне үшеу. Енді төртіншіге келгенде екі рет тоқимыз. Яғни бір ілмектің ішіне екі рет тоқимыз төртіншісінде. Осылай тоқып кетеміз. Бізде бесінші қатар 30 бітірдік. Менде 30 ілмек болды. Санаған кезде осылай 30 болу керек. Енді алтыншы қатар. Төрт ілмек бір орам сызбаған тоқитын боламыз. Міне біреуін алдық. Қайтып орнатамыз мынаны. Міне біреу, міне екеу, үшеу, төртеу. Төртеуін тоқыдық. Енді бесіншісінде екі рет тоқимыз. Яғни бір ілмектің ішіне екеуін тоқимыз. Міне екеу. Екі орам сызбаған. Міне тағы бір, екі, үш, төрт. Міне төртеу. Енді бесіншісіне келгенде екі рет тоқимыз. Біреу, міне екеу ілмектің ішіне. Осылай айналдыра тоқитын боламыз. Міне алтыншы қатар тоқып бітірдім. Менде 36 ілмек болды айналғанда. Енді жетінші қатар тоқитын боламыз. Жетінші қатарда сондай. Енді бесеуін тоқимыз. Міне біреуін алдық. Егілеп аламыз. Міне біреу, мынау екінші, үшінші, төртінші, міне бесінші. Енді алтыншыға келгенде екі рет орам сызбаған. Бір ілмектің үстіне екі рет тоқимыз. Міне біреу, міне тағы екеу. Тағы да 5 орам сызбаған. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне алтыншыға келгенде екі рет тоқимыз. Міне біреу, бір ілмектің ішіне, мынау екінші. Осылай айналдыра қатарды бітірдік. Менде 42 ілмек болды жетінші қатарда. Енді 8-ші қатар тоқитын боламыз. Бұда 6 орам сызбаған, және біреуіне жетіншісіне екі рет тоқитын боламыз ілмегіне. Міне біреуін тоқыдым. Міне екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Жетінші ілмекте екі рет тоқимыз. Міне біреу, сол ілмекке тағы да екінші. Міне тағы да бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Міне жетінші ілмекке екі рет тоқимыз. Біреу, екеу. Осылай айнала тоқып шығамыз. Міне 8-ші қатарды бітірдік. Менде 48 ілмек болды айнала. Енді 9-ші қатар. Міне бір ілмек, бір орам сызбаған алдық. Ана маркерді белгілейміз. Енді осыда жетеуін тоқимыз. 7 орам сызбаған. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді 8-шісінде екі рет тоқимыз орам сызбағанды. Міне біреуін тоқимыз, сол жерге тағы екіншісін тоқимыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу,
төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді міне 8-дің ішінде тағы да біреуін тоқимыз, міне екеуін тоқимыз. Осылай айнала тоқитын боламыз. Ал мен 9-шы қатарды бітірдім. Менде 54 болды осыған ілмегім айнала. Енді 10-шы қатарды тоқитын боламыз. Міне бір ілмек. Маркерімізді белгілеп аламыз. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 орамсызбаған тоқимыз. 9-шысына келгенде 2 рет тоқимыз, яғни 9-шы ілмекке екеуін тоқимыз. Міне бір, сол ілмекке тағы да екінші. Тағы да 8 орамсызбаған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 9-шы ілмек келгенде екеуін тоқимыз. Міне біреу, тағы да екеу. Осылай айнала тоқитын боламыз. Міне 10-шы қатарды бітірдім. Менде 60 ілмек шықты осы айнала. Енді 11-ші, сосын 23-ші қатарға дейін, яғни 13 қатар ешқандай қоспай айнала тоқитын боламыз. Осылай 13 қатар тоқимыз, яғни 11-ден 23-ші қатарға дейін. Біз осы тұрғанда 10 қатарды бітіріп тұрып, енді 23-ші қатарға дейін ешқандай қоспай айнала тоқитын боламыз. Яғни маркерімізді мына жерге міне іліп алдық. Осылай белгілеп аламыз. Маркерді міндетті түрде тастамай осылай айналып тоқитын боламыз. Әр ілмектің үстіне ешқандай ілмек қоспай осылай тоқитын боламыз. Осылай айнала тоқитын боламыз. 13 қатар тоқимыз. Ал міне 13 қатар тоқып бітірдім. Осытып айналдыра тоқитын боламыз 13 қатар. Енді көзін салатын боламыз. Ол үшін осындай көзін саламыз. Ол үшін ең бірінші жоғарыдан төмен қарай есептеп аламыз. Яғни 18 қатар. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 бен 19-ның ортасына салатын боламыз көзді. Менде 10 мм өлшемдегі көз. Осыны бекітетін боламыз. Осылай бекітіп аламыз, арасына өткізіп. Енді екі көздің орта жағында есептейміз. Менде 9 қатар, яғни 9 ілмек ортасында. Осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9-шы ілмегіне салатын боламыз. 18 бен 19-шы қатардың ортасына. Осылай екінші көзді саламыз бекітіп. Осылай бекітіп аламыз жақсылап. Міне осылай екі көзді салдық. Осындай көзі шықты әдемі болып. Көздің жиегін істейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай ақ жіп керек. Инемен мына көздің төменгі жағын аламыз да осылай. Төменгі жағынан жоғарғы жағын жібереміз осылай. Осылай жібереміз. Енді артын байлап тастаймыз. Осылай екі көздің екі жағында осылай инемен өстіп істейміз. Мына көзді де істейміз. Міне төменгі жағынан алдық. Қатты кіргізбейміз. Енді мынаның жоғары жағын аламыз. Яғни байлаймыз.
осылай екі көзін осылай істейміз. Ал енді көзінің кірпігін қасын тігетін боламыз. Осындай қара шпенде кәдімгі инеге өткізіп алдым. Ең бірінші осы көздің мына алдыңғы жағы, мына жерінен ине өткіземіз бірінші. Осылай өткізіп аламыз. Одан кейін осы қатардан қарап отырып, міне 1, 2, міне екінші қатардан өткіземіз. Осы қатардағының ортасынан. Осылай өткіземіз. Енді мына бірінші қатар, міне бір қатар ғой. Міне осы бір ілмектен кейін мына жердегі тесігінен өткіземіз. Астынан қарап отырып. Міне осылай өткізіп алдық. Енді осыны қайтадан мынаған өткіземіз. Міне осылай өткіземіз. Келесі тағы міне осы қатар, одан кейінгі соның жанына тағы да өткіземіз. Бір ілмектен кейін кісі міне. Міне жанына өткіздік. Енді осы міне кірпіктің мына жеріне жіптің астыңғы жағы тұр ғой, міне мына тұсына өткіземіз. Осындай әдемі кірпігіміз шығады. Келесі жағынан өткізетін боламыз. Міне екінші бетінің бір ілмекке мына жеріне инені өткіземіз. Қимаймыз, сол жіппен бәрін тігіп шығатын боламыз. Асықпай. Енді мына қатардан бірінші, екінші қатарына өткіземіз. Мына сөйттік қой, бірде қылып. Міне. Енді мына бірінші қатардан алатын боламыз. Қиғаштаған кесі ғой. Осылай алдық. Енді осы жерден тағы да кіргізіп шығарып аламыз шымызды. Одан кейін осылардың міне орта жақ бетінен екінші кірпігімізді шығарамыз. Жіптің астыңғы жағына өткізетін боламыз. Келесі міне жанына. Қатты қамаймыз. Міне осылай екі кірпігін шығардық. Ал енді қасын істейтін боламыз. Осы қара жіпті қимаймыз, осы жіппен қайтып тігеміз. Ең бірінші осылай бір ілмек қатардан кейін көтеріп тігеміз. Осылай келтіріп аламыз. Кірпіктің қатарымен 1, 2, 3 жоғары көтеріп, 3 ілмектен кейін жоғары көтеріп тігетін боламыз. Яғни қиғаштап, қасты қиғаштап тігеміз. Келесі екінші қасты көздің үстіңгі жағына келтіріп аламыз. Жоғары жақ бетіне бір қатардан кейін жоғарақ осылай инемізді өткізіп, екінші қаспен бірдей қылып келтіріп аламыз. Осылай шығарып алып, келесі екіншісін төмен, 3 қатардан кейін төменірек инені өткізіп тігетін боламыз. Осылай өткізіп аламыз. Енді осы жіпті жасырып қиып тастаймыз. Ал енді мұны істейтін боламыз. Ол үшін бірінші мына көздің астынан бірінші қатардан төмен қарай істейміз. Яғни екі жағынан 3 қатар, 3 қатар алып ақ жіппен тігетін боламыз. Осылай өткізіп аламыз. Келесі 1, 2, 3 мына қатарынан 3 ортасынан да 3 қатар, 3 қатардан кейін 4-ші қатарына инені өткіземіз. Осылай тігетін боламыз. Тағы да сол жерден бірінші инені өткізген жерден өткіземіз. Астынан тағы да екінші өткізген жерден өткізіп тігетін боламыз.
асықпай тағы да 3-ші рет айналдырамыз. Осылай айналдырып аламыз. Яғни екі көздің орта жағына келтіріп істейміз. Енді мұрынның осы жіптердің араларына өткізіп жіпті орап тастаймыз. Осылай. Сол кезде шамалы көлем беріп көрініп тұрады. Осылай өткізетін боламыз. Бірнеше рет айналдырамыз осы мұрынға жіпті. Үстіп келтіріп аламыз. Ыңғайлап араларын ашып жібереміз ораған жерлерімізді. Сосын ең бірінші шыққан жерімізге қайтып орта жағына қарай кіреміз да инені шығарып аламыз. Осылай артынан байлап, қатты тартып байламаймыз, бос байлап қиып тастаймыз. Міне мұрнымыз дайын болды. Осылай істейтін боламыз. Өстіп иненің артымен мұрындардың араларын ашып, шама көлем беретін қыламыз. Ал біз міне көзін, мұрнын, кірпік қастарын бәрін сап болдық. Енді біз 24-ші қатарды тоқитын боламыз. 24-ші қатарға келдік. Ол үшін бірінші 3 орамсыз баған тоқимыз. Міне, біреу. Міне, екеу. Үшеу. 3 орамсыз баған тоқыдық. Енді қысқартатын боламыз. Ол үшін мына екі ілмектің бір қабырғасын аламыз. Міне, біреу. Міне, мынау екінші. Осылай осыдан өткізіп жұмыс жібімізді осылай іліп аламыз. Бір қысқарттық, иә? Тағы да 1, 2, 3 ілмек тердік. Енді тағы да қысқартамыз. Міне, бірінші ілмектің бір жағын, екінші ілмектің бір жағын алдық. Осылай бір қабырғасын ғана аламыз. Осылай өткізіп, мынадан тағы өткіземіз. Осылай қысқартатын боламыз. 3 орамсыз баған, міне біреу, екеу, үшеу. Енді мына екі қабырғаның бір қабырғасынан аламыз, екі ілмектің. Осылай қысқартамыз. Бізде 48 ілмек болу керек, айналдырғанда есептегенде. Осылай осыған дейін тоқып шығамыз. Міне 24-ші қатарды бітірдік. Енді 25-ші қатар тоқимыз. Ол үшін екі орамсыз баған тоқимыз. Бірінші. Біреу. Екі орамсыз баған. Енді осыда да қысқартамыз. Міне, бір қабырғасын аламыз. Бір ілмектің, екінші ілмектің тағы бір қабырғасын аламыз. Осылай екеуін іліп аламыз. Келесі екеуін осылай ілеміз. Екі орамсыз баған. Бір, екі, тағы екі ілмекті қысқартамыз. Осылай. Тағы екі орамсыз баған. Бір, екі. Тағы бұлай қысқартатын боламыз. Осылай соңына дейін қысқартып алып келеміз. Бізде 36 ілмек болады осы айналдырғанда. Міне 25-ші қатарды бітірдім. Енді 26-ші қатар. 26-ші қатарда 4 орамсыз баған тоқимыз. Бірінші, міне біреуін тоқтым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеуін тоқыдым. Екі ілмекті қысқартамыз. Міне біреу алдым, міне екіншісін алдым. Осылай. Тағы да төртеуін тоқимыз орамсыз бағаннан. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Тағы да екі ілмекті қысқартамыз. Осылай соңына дейін айналдыра тоқимыз қысқартып. Бізде 30 ілмек болу керек осы айналдырып санағанда. Міне 26-ші қатарды бітірдік. Менде 30 ілмек болды санаған кезде. Енді осыған
ортасына синтетиканы салатын боламыз. Осылай. Мені нығыздап салдым, осындай қатты толтырмаймыз. Өзінің көлемі қандай? Көлеміне қарай саламыз. Енді 27-ші қатарды тоқитын боламыз. 27-ші қатарда 3 орамсыз баған. Міне, біреу. Екеу. Міне, үшеу. 3 орамсыз бағаннан кейін тағы да қысқартамыз. Бір қабырғасынан алып. Ілмектің осылай. Яғни үшеуден кейін тағы қысқартып отырамыз. Тағы да бір орамсыз баған. Одан кейін екінші орамсыз баған. Үшінші орамсыз баған. Тағы да екі ілмекті қысқартамыз. Біреу, екеу, осылай аламыз. Осылай айнала тоқып шығамыз. Бізде 24 ілмек болу керек санаған кезде. 27-ші қатарды бітірдік. Енді 28-ші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін 2 орамсыз баған. Міне. Біреу. Екеу. 2 орамсыз баған тоқыдық. Тағы да қысқартамыз. 2 ілмекті бір қабырғасынан алып. Біреу. Міне, екеу. Міне, осылай. Бір қабырғасынан алып қысқартамыз. Осылай. Тағы да біреу. Міне, екеу. 2 орамсыз баған. 2 ілмекті бір қабырғасынан алып қысқартып отырамыз. Осылай 2 орамсыз баған. 2 ілмекті қысқартамыз бір жағынан алып. Сол кезде 18 ілмек болу керек. Осы айналдыра тоқып шығамыз осыған дейін. 28-ші қатарды бітірдік. Енді 29-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін 4 орамсыз баған. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. 4 орамсыз баған тоқыдық. 2 ілмекті қысқартамыз тағы. Тағы да 4 орамсыз баған. 1, 2, 3, 4. 2 ілмекті қысқартамыз. Осылай 15 қатар тоқитын боламыз. 15 қатар болады сонда. Енді 30, 31, 32, яғни 3 қатар, 15 қатар тоқып шығамыз. 15 ілмек 3 қатар тоқимыз. Яғни ешқандай қоспаймыз, ештеңе қысқартпаймыз. Тек осы 15 қатарды 3 рет тоқып шығамыз. 3 қатар тоқимыз осылай. Енді 33-ші қатарды тоқимыз. 30, 31, 32-ні тоқыдық 3 қатар, ешқандай өзгеріссіз. Енді 33-ші қатарды тоқимыз. Енді 33-ші қатарды тоқу үшін біз ілмектерімізді көбейтеміз. Яғни 4 орамсыз баған тоқимыз. Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу. 4 тоқыдық. Енді 2 қатар көбейтеміз. 2 ілмек, яғни 1 ілмек, 5-ші ілмекке 1 орамсыз баған тоқыдық. Енді тағы да сол ілмекке 2-ші орамсыз бағанды тоқимыз осылай. Осылай 2 ілмек көбейтеміз 1 ілмектің ішіне. Тағы да 4 қатар тоқимыз орамсыз баған. 1, 2, 3, 4. Енді 1 ілмектің ішіне 2 орамсыз баған тоқимыз. Міне. 1, тағы соған 2-ші. Осылай айнала тоқитын боламыз. Бізде сол кезде 18 қатар болып шығады. Айналып тоққан кезде, үстіне қосқан кезде. Міне 33-ші қатарды бітірдік. 34-ші қатар тоқимыз енді. Бұда
екі орамсыз баған. Міне, 1, 2. Енді үшіншісіне 2 ілмек қосамыз. Біреу, міне, 2. Осылай бір ілмектің ішіне 2 орамсыз баған тоқитын боламыз. Міне, 1, 2. Міне, мына бір ілмектің ішіне 2 орамсыз баған тоқимыз. Біреу, міне, 2. Осылай айналдыра тоқимыз. Бізде 24 қатар болады сонда. 24 ілмек болады айнала санаған кезде. 34-ші қатарды бітірдік. Енді 35-ші қатарда 3 орамсыз баған тоқимыз. 2 ілмек көбейтеміз. Яғни біреу, 2, міне 3. Енді бір ілмектің ішіне 2 орамсыз баған. 1, 2. Осылай 3-еуін тоқимыз. Біреу, міне 2, 3 тоқыдық. Енді бір ілмектің ішіне 2 орамсыз баған. 1, 2. Сонда бізде 30 ілмек болады айнала тоқып шыққан кезде. 35-ші қатарды бітірдік. Енді 36-ші қатарды тоқимыз. 36-ші қатарда 4 орамсыз баған. 4 орамсыз баған тоқитын боламыз. Біреу, 2, 3, 4. Міне 4-еуін тоқыдық. Енді тағы бір ілмекке 2 орамсыз баған тоқимыз. 1, міне 2. Осылай тоқып кетеміз. 4 орамсыз баған, 2, бір ілмектің ішіне 2 орамсыз баған. Осылай тоқимыз. Айнала бізде 36 ілмек болады сол кезде көбейіп. Міне 36-ші қатарды бітірді. Енді біз 37, 38, 39-ші қатарда басқа жіппен тоқимыз. Яғни мына көйлегін тоқитын боламыз. Мындай теңесін бар ғой. Мойын жағын тоқып бітірдік. Енді осы жерін басқа жіппен тоқимыз. Менде осындай цвет, яғни розовый цветті. Осы жіпті жалғайтын боламыз. Отыз жетінші қатарда жіпті жалғап тоқитын боламыз. Мынаны қайтып тастаймыз. Сосын мына жіппен байлап жібереміз. Осылай осы цветті түсті жіппен ешқандай өзгеріссіз 36 ілмек тоқып шығамыз. Осыған дейін, міне, мынаған дейін 36 ілмек осылай тоқып шығамыз, ешқандай қоспаймыз. 37, 38, 39, 3 қатар тоқимыз. 36 ілмек 3 қатар. Міне 37, 38, 39, 3 қатарды тоқыдық осылай. Яғни 36 ілмек, осыны 3 қатар, 37, 38, 39 қатарды тоқып бітірдім. Енді 40-ші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін мына жіпті ақ жіппен ауыстырамыз. Енді 40-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін мына ілмектің астыңғы жағы, екі қабырғасы бар ғой, ілмектің соның төменгі жағында қабырғасымен тоқитын боламыз. Яғни ішкі бетімен тоқимыз. Ақ жіпті өткізіп аламыз осыдан. Міне өткіздік. Осылай ішкі бетінен тоқып шығамыз. Ақ жіппен розовый жіпті байлап тастаймыз. Ішкі бетінен, мына бет емес, мына қабырғасын, ішкі жағынан орамсыз баған тоқитын боламыз.
мына сыртқы беті қалады, ішкі бетіне тоқып отырамыз бір қабырғасынан. Осылай 36 ілмек тоқимыз. Осылай айнала тоқитын боламыз мынаған дейін. Міне 40-ші қатарды бітірдім. Енді 41-ші және 42-ші қатарды осы ақ түспен айнала тоқып шығатын боламыз. Осылай 36 қатар ақ түспен айнала тоқимыз. Бірге қосып тоқимыз, екі қабырғасында кәдімгідей екеуінде қосып тоқимыз. Осылай 36 қатар тоқимыз. Яғни 41, 42-ші қатар, екі қатар 36 ілмек тоқимыз осылай. Осыған дейін 41-ші қатарды және 42-ші қатарды айналып тоқып шығамыз, екі қатар. Ал енді біз 41-42-ші қатарды бітірдім, екі қатарды 36 ілмек ешқандай өзгеріссіз айналып тоқып шықтым. Енді 43-ші қатарды қысқартатын боламыз. Ол үшін бірінші 4 ілмек тоқитын боламыз орамсызбаған, яғни міне бірінші орамсызбаған, екінші орамсызбаған, үшінші, міне төртінші. Енді 5-ші, 6-шы ілмекті біз қысқартамыз. Ол үшін міне бірінші былай алдық бір қабырғасын, міне екінші қабырғасын алдық осылай. Екінші міне осылай қысқартатын боламыз. Тағы да 4 ілмек орамсызбаған тоқимыз. 2, 3, 4 тоқыдық. Енді бірінші ілмектің бір қабырғасын, екінші ілмектің бір қабырғасын алып осылай қысқартатын боламыз. Осылай айнала қысқартатын боламыз. 4 ілмектен кейін 5-ші, 6-шы ілмектің бір қабырғасын алып қысқартатын боламыз. Бізде 30 ілмек болу керек. Міне 43-ші қатарды бітірдім. Менде 30 ілмек болды. Қысқартқан кезде енді 44-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз қысқартпаймыз, айналдыра тоқып шығамыз. 30 ілмекті айналдыра 44-ші қатарда тоқып шығатын боламыз. Бірінші, екінші, үшінші орамсызбаған. Осылай айнала 30 ілмекті тоқып шығамыз 44-ші қатарда. Міне 44-ші қатарды ешқандай өзгеріссіз орамсызбаған, яғни 30 ілмек тоқып шықтым. Енді осының ішіне біз синтетикамызды салып толтыратын боламыз. Осылай нығыздап бәріне келтіріп, міне синтетиканы салып болдым. Осындай көлемде саламыз. Енді 45-ші қатарды тоқитын боламыз. Бұда қысқарту. 3 орамсызбаған тоқимыз. Біреу, екеу, міне үшеу. Енді 2 ілмекті қысқартамыз. Бір қабырғасын аламыз сыртқы бетінен. Біреу, міне екеуін алдық. Міне қысқарттық. Тағы да бір орамсызбаған, екінші, міне үшінші. 2 ілмектің сыртқы жағынан қысқартамыз. Міне бір қабырғасын алып. Осылай айнала тоқып шығамыз. Бізде 24 ілмек болады. Міне 45-ші қатарды бітірдім. Менде 24 ілмек болды. Айнала тоқыдым, қысқартып. Енді 46-ші қатарда біз ішкі бетінен тоқитын боламыз тағы. Яғни бір жағынан қысқартамыз. Міне. Мынаның ішкі бетінен, екі қабырғаның ішкі бет жағынан тоқитын боламыз. Міне. Біреуін алдым. Бір, екі. Келесін қысқартамыз. Біреу, екеу. Осылай. Тағы да бір, екі. Енді ішкі бетіне қысқартамыз. Міне біреу алдым, міне екіншісін алдым. Ішкі бет жағынан.
тағы да міне көрсетейін. Міне бір орам сызбаған қабырғаның мына ішкі бетінен. Міне тағы да екінші. Сыртқы бет жағы қалады, ішкі бет жағы тоқылады. Мынау екінші. Енді қысқартатын кезде ішкі бетте міне бір қабырғасын алдық, тағы да екінші қабырғасын аламыз. Осылай айнала тоқитын боламыз. Бізде 18 қатар болады. Сол кезде мындай сырт жағы қабырғасы осындай болып қалады, іш жағы тоқылады. Міне 46-шы қатарды бітірдік. Менде осындай болып шықты. Мындай жер сыртқы беті қалды, ішкі бетінен тоқып қысқарттым. 18 ілмек болды айнала. Енді 47-ші, 48-ші қатарды кәдімгі орамсыз баған тоқып шығамыз. Осылай. Қырық жеті, 48, 49, яғни 3 қатар тоқып шығамыз. 18 ілмек. Осылай 18 орамсыз баған тоқып шығамыз айнала. 47, 48, 49, 3 қатар тоқып шығамыз. Міне 3 қатар тоқып бітірдім. 47, 48, 49 қатарды енді 50-ші қатар тоқитын боламыз. Яғни мынандай болып шықты. Мен мынандай болып синтетика салып толтырдым. Енді 50-ші қатарда тағы да қысқартатын боламыз. Міне бір орамсыз баған. Тағы да қысқартамыз. Бір орамсыз баған, одан кейін қысқарту. 2 мен 3-ті осылай сырт жағынан алып қысқартамыз. Тағы бір орамсыз баған. Яғни мынаны бір қабырғасынан алдым, екінші қабырғасынан алдым. Осылай бір орамсыз бағаннан кейін қысқартып отырамыз. Бізде 12 қатар шығады. Міне 50-ші қатарды бітірдім. Менде 12 ілмек болып шықты айнала қысқартқан кезде. Енді 51, 52, 53, 54, 55. 5 қатар тоқитын боламыз. Осы 12 ілмекті айнала. Міне 5 қатар тоқып бітірдім. Осындай болып шықты, ешқандай өзгеріссіз. 12 ілмекті 5 қатар тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар осындай болып шығады. Ішіне синтетиканы салып толтыратын боламыз. Енді соңғысы 56-ші қатар. 56-ші қатарда тек қысқартатын боламыз. Сыртқы жағынан алып біреу, міне екеу. Осылай аламыз да, осылай қысқартамыз. Бір қабырғасынан сырт жағынан. Екеу, осындай алып. Осылай айнала қысқартамыз. Міне соңғы 56-ші қатарды бітірдім. 6 айналып қысқартқанда 6 ілмек шықты менде. Енді инемен тік тастаймыз. Осылай білдіртпей тік тастайтын боламыз. Міне бітірдім мен. Инемен бітедім да, жасыр жібін жіпті. Осындай болып шығады. Енді біз қолын тоқитын боламыз. Осындай қуыршақтың қолын мен біріншісін тоқып бітірдім. Осындай қылып тоқимыз. Ол үшін бірінші сақина, айналып сақина қылып қысқа жіп ұстап, үлкен жіп үстіне өткізіп, сақина істеп аламыз. Енді қысқа жіптің астымен өткізіп, үлкен жіпті аламыз. Бір ілмек жоғары көтереміз. Енді 6 орамсыз баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Осылай алтауын тоқимыз. Жіпті жаймендеп тартып аламыз. Енді осы алтауының ішіне әрқайсысына 2-2 орамсыз баған тоқимыз. Мына ілмекті алдық, міне.
міне бір орам сызбаған. Мынаны белгілеп аламыз осылай. Екінші мынау екінші орам сызбаған. Әр ілмектің ішіне екі орам сызбаған тоқимыз. Міне біреу кетті, міне екінші ілмектің ішіне біреу, міне екеу. Осылай айнала 6 орам ілмектің ішіне екі орам сызбаған тоқимыз. Сонда 12 болады, 12 ілмек болады айналғанда. Міне 12 ілмек тоқып шықтық айнала. Енді үшінші, төртінші қатарды осы 12 ілмекті айнала тоқып шығамыз, ешқандай өзгеріссіз. 12 ілмек айнала тоқып шығамыз, орам сызбаған. Міне біреу, екеу. Осылай соңына дейін үшінші, төртінші, яғни екі қатар тоқып шығамыз айнала 12 ілмек. Міне үшінші, төртінші қатарды тоқып бітірдім, ешқандай өзгеріссіз айналып тоқыдым. Енді бесінші қатарда қысқартатын боламыз. Міне мынаның бір жағынан алып, осылай келесін тағы да аламыз. Осы екеуіне өткізіп, міне қысқартамыз. Енді қалған 10 ілмекті айнала тоқитын боламыз. Орам сызбаған, кәдімгідей айналып тоқимыз. Соңына дейін. 6-шы қатар тоқитын боламыз. Ол үшін қысқартатын боламыз. Орап аламыз жібімізді осылай ілмекке. Мына бірінші ілмекке өткіземіз, міне. Осы екеуін бір өткізіп аламыз. Тағы да орап аламыз. Тағы сол ілмектің ішіне тағы бір өткіземіз. Мына екі ілмекті бірге қосамыз. Тағы да орап аламыз. Тағы сол ілмекке бір өткіземіз. Тағына екеуінен бір өткізіп аламыз. Осылай ілмегімізде 4 ілмек тұр. Осылай төртеуін бірге өткізіп аламыз. Осылай. Мына жерін белгілеп алайық. Қалған 10 ілмекті орам сызбаған тоқып кетеміз. 10 ілмек орам сызбаған тоқимыз. Қалған. Осылай соңына дейін тоқитын боламыз. Енді 7-ші қатар тоқитын боламыз. Мен ар жағы мынандай болып тұрады өзі. 7-ші қатар тоқу үшін қысқартамыз. Яғни мына жерден біреуін аламыз, міне. Келесін тағы да қысымнан тағы біреуін аламыз. Осылай екі ілмекті қысқартамыз, біріктіріп. Енді қалған 9 ілмекті тоқитын боламыз. Орам сызбаған өстіп айналдыра. Осылай мынаған дейін тоқимыз. Міне 7-ші қатарды бітірдім. Синтетиканы осының ішіне толтыратын боламыз. Осы қолдың ішіне. Міне осылай толтырдық. Енді 8-ші және 18-ші қатарға дейін, яғни 11 қатар ешқандай өзгеріссіз жоғары қарай тоқитын боламыз. Орам сызбаған. Яғни 10 ілмек осы санағанда 10 ілмекті жоғары қарай ешқандай өзгеріссіз 11 қатар тоқитын боламыз. Яғни осындай қылып 11 қатар тоқитын. Міне бітірдік тоқып. Мен 11 қатар тоқыдым. Ішіне шамалап синтетика саламыз, яғни мына жерге дейін ондай қатты көп салмаймыз. Енді біріктіреміз. Екеуін қосып тоқып тастаймыз. Міне біреу, екеу, үшеу, не төртеу. Төртеуін осылай біріктіріп тоқып тастаймыз. Енді шамалы ұзындау қылып қиятын боламыз, өйткені қолды тігетін боламыз қол жаққа. Міне осылай екі қолды тоқтым.